Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырып бүйрек анатомиясы. Бүйрек латынша REN деп жазылады. Ең алдымен біз несеп шығару мүшелерімен таныс болайық. Ол бүйрек несеп шығарушы ағза және несеп шығару жолдары. Ол несеп ағар, несеп қуық және несеп шығару өзегі. Бүйрек REN экскреторлы бұршақ тәрізді жұп мүше. Жұп, яғни бұлар екеу. Ұзындығы 10-12 см, ені 5-6 см. Жоғарғы бөлігі 12-ші кеуде омыртқасы деңгейінде, төменгі бөлігі 3-ші бел омыртқасы деңгейіне сәйкес келеді. Оң жақ бүйрек сол жақ бүйрекке қарағанда 1-2 см төмен орналасады. Оның себебі жоғарғы бөлігінде бауырдың орналасуына байланысты. Бүйрек ол іш қуысының артында омыртқа бағанының бүйір қапталында орналасқан. Синтопиясына, яғни оның басқа мүшелермен байланысына көңіл аударсақ, оң жақ бүйректің жоғарғы ұшы ол бүйрек үсті безіне, алдыңғы беті бауырға және алдыңғы төменгі беті 12 елі ішекке сәйкес келеді. Сол жақ бүйректің жоғарғы бөлігі бүйрек үсті безімен, алдыңғы бетінің жоғарғы 1/3 бөлігі асқазанмен, ортаңғы бөлігі ұйқы безімен, ал төменгі және латеральды бөліктері бұл көк бауырмен байланысады. Бүйректің бөліктері, бүйректің екі беті болады, ол алдыңғы беті және артқы беті. Алдыңғы беті фациес anterior және фациес posterior, ол артқы бетіне сәйкес келеді. Одан кейін бүйректің екі ұшын ажыратамыз. Бүйректің жоғарғы ұшы extremitas superior және де төменгі бөлігі extremitas inferior. Одан кейін екі жиегін ажыратамыз, ол медиалды және латеральды бөліктері. Медиалды бөлігі margo medialis және margo lateralis. Медиалды дегеніміз ол омыртқа бағанына жақын орналасқан аймағын айтамыз. Кез келген мүшеге түтікті мүшелер кіріп шығатын болса, ол жерді біз сол органның қақпасы деп атаймыз. Яғни бүйректе ондай қақпа бар, ол hilus renalis. Ол жерге артерия және нервтер кіреді, және де несеп ағар, вена және лимфа тамырлары осы жерден шығатын болады. Бүйректің фиксациялық аппараттары. Бүйрек іш қуысты ілініп тұратындықтан оған фиксациялық аппарат керек. Яғни бізге ең алдымен фиброзды капсуласы жатады, яғни бүйректің өзінің сыртындағы фиброзды капсуласы. Одан кейін майлы капсуласы, капсула адипоса. Одан кейін байламдары. Екі негізгі байламды ажыратады, ол бауыр және бүйрек байламы ligamentum hepatorenalis және де 12 елі ішек бүйрек байламы ол ligamentum duodenal-renalis. Одан кейін бүйректің аяқшалары. Бүйректің негізгі 3 аяқшасы бар, ол артерия, вена және несеп ағар. Бірақ та фиксацияға оның бүйрек артериясы және венасы жатады, ал несеп ағар ол фиксациялық аппаратқа жатпайды. Содан кейін іш қуысына түсірілетін қысым ол диафрагмадан және белдің үлкен бұлшықеттерінен түсетін қысымды бүйректің фиксациялауына қатысады. Одан кейін біз бүйректі сагитальды, яғни латеральды бөлігіне, медиалды бөлігіне қарай дәл ортасынан кесіп өтетін болсақ, ол жерден қыртысты қабаты кортекс реналис және милы қабаты медула реналисті. Үлкен және кіші тостаған жаларда каликс реналис майор және каликс реналис минорды ажыратып көруге болады. Одан кейін біз бүйректің түбегін көреміз, пелвис реналис және де бүйректің пирамидаларын көруге болады. Пирамидес реналис, үш бұрышты ағзалар бізге көрінеді. Енді біз бүйректің қалай зәртізу жүйесін сызба түрінде көретін болсақ, енді бізге бүйректің қанмен қамтамасыз етілуі қажет болады. Біз қазір веналарды салмай тұрайық, ең алдымен артериялардан бастайық. Бізде аортаның құрсақтық бөлімінен құрсақ сабауынан бізде бүйрек артериясы шығады және ол бүйрекке келеді. Бүйрекке келген кезде бұл артерия, бүйрек артериясы, артерия реналис деп аталады. Бүйрекке келген соң ол тармақтарға бөліне бастайды. Бөлік аралық тармақтарға бөліне бастайды. Бөлік аралық тармақты біз екі деп белгілейік. Бұл артерия интерлобарис. Артерия интерлобарис ол ары қарай пирамидалардың арасымен жүре отыра пирамидалардың соңына жеткенде доға құрады. Бұл доғаның атын
артерия аркуата деп атайды. Артерия аркуата. Артерия аркуата ары қарай қыртысты қабатқа ене отыра, бөлікше аралық, мынау бізде бөлік аралық болды, мынау бізде бөлікше аралыққа кетеді. Бұл артерия интерлобулярис дейді. Артерия интерлобулярис. Артерия интерлобулярис ары қарай нефронға қарай барады. Нефронға барған кезде бұл бізде артерия афференс, яғни әкелуші артерия деп аталады. Артерия афференс. Артерия афференс. Енді біз бұл жерден ары қарай ештеме көре алмаймыз. Оны біз үлкейтіп көреміз. Мынау бізде 5. Так, мынау бізде 4. Мына жерден әкелуші артериола 5 болады. Қазір мыналарды айтатын боламыз. Енді бұл әкелуші артерия афференс, бұл Боумен капсуласына алып келеді. Боумен шумлянская. Мынау бізде 6 Боумен капсуласы. Боумен шумлянский капсуласы деп аталады. Одан кейін Боумен капсуласынан ары қарай бұл бізде нефрон денесі, ары қарай бізде түтікшелер кетеді. Бұл жерде бірінші бізде еректелген проксимальды түтікше 7, немесе бірінші қатардағы еректелген түтікшелер деп аталады. Проксимальды. Одан ары қарай тік проксимальды түтікшелер кетеді. 8. Тік проксимальды, немесе бірінші қатардағы тік. Ары қарай бұлар генлі ілмешігін құрайды. 9. Генлі ілмешігі. Генлі ілмешігінен ары қарай дистальды тік түтікшелер кетеді. Дистальды, немесе екінші қатардағы тік түтікшелер дейді. Дистальды түтікшелерден ары қарай еректелген дистальды түтікшелер кетеді. 11. Еректелген дистальды түтікшелер. Еректелген дистальды түтікшелер. Олар ары қарай байланыстырушы түтікшелерге және жинағыш түтікшелерге қосылады. Он 2. Байланыстырушы түтікше. 13. Жинағыш түтікше. Енді бізде зәр түзуге 3 түрлі қысым қажет болады. Ол бірінші гидростатикалық қысым. Ол мына әкетуші артерия қарағанда диаметрі үлкен болып табылады. Соның әсерінен гидростатикалық қысымды тудырады. Одан кейін әкетуші артерия. Бұны біз 14-пен белгілейік. Бұл әкетуші артерия деференс деп аталады. Деференс. Енді бізде қысымдар қажет болады. Бұл гидростатикалық қысым, артерия деференс және де артерия афференс екеуінің диаметрлеріне байланысты. Екіншісі бізде онкотикалық қысым. Онкотикалық қысым ол қандағы белок деңгейлеріне байланысты болады. Және үшіншісі бізде мембраналық қысым болып табылады. Ол Боумлен капсуласындағы кеңістікте зәр жиналатын болса, бұл бізде қысым тудырады. Соның әсерінен бұл үшінші мембраналық қысым деп аталады. Осы үш қысым бірге бізде фильтрациялық қысымды түзеді. Осының көмегімен бізде фильтрация жүреді. Фильтрациялық жүрген соң, олар түтікшелер арқылы қайтадан секреция жүреді. Мынау бізде әлі артерия. Бұл қайтадан нефрондарға келіп, нефрон үзікшелеріне келіп, бізде екіншілік тор құрайды. Бұл екіншілік торды ғажайып тор деп те атайды. Себебі мына жерде фильтрациядан өтпеген
қан элементтері немесе қандай да бір организмге қажет емес заттар түтікшелер арқылы қайтадан сыртқа шығарылып отырады. Бұны бізде секреция деп атайды. Және де осы жерде біз физиологиялық сабақтарды өткен кезде айтатын боламыз. Әр түтікшенің өз жерінде сіңіретін қандай да бір элементтерді сіңіреді. Яғни қандай да бір бөлігінде қандай да бір элементтерді сіңіретін болады. Оны физиологияда айтатын боламыз. Енді біздің нефрондардың аномалиялары болуы мүмкін. Ең алдымен бізде капсуласыз нефрон, яғни бізде мальпигий шумақшасы бар, бірақ боммен капсуласы жоқ болып табылады. Одан кейін гиалинді немесе гипертрофияланған немесе гипотрофияланған нефрондарды ажыратады. Одан кейін бізде юкстамедулярлы нефрон деген болады. Юкстамедулярлы нефрон дегеніміз негізінен нефрон бұл қыртысты қабатта орналасады. Ал юкстамедулярлы нефрон дегеніміз бұл бізде миылық қабатта орналасады да, ол жердегі әкелуші артерия және әкетуші артерияның екеуінің диаметрі бірдей болады. Соның әсерінен бізде гидростатикалық қысым болмайды да, ол жерде фильтрация жүрмейді. Ол кезге келген қан жай ғана айналып өтіп кетеді. Ол көбінесе артериалды гипертензия кездерінде іске асырылады. Одан кейін бізде склерозданған, яғни вообще нефрон өз қызметін атқармайтын кездер болады. Оны алдағы уақыттарда айтатын боламыз. Одан кейін біз бүйректің бұлшықетті аппаратын ажыратамыз. Яғни мына жинағыш түтікшелердің бәрі пирамидаларға келеді, пирамидаларға жиналады да, бұлар кіші тостағаншаларға ашылады. Кіші тостағаншаларға ашылған кезде, мына жерге салайық. Мыналар жинағыш түтікшелер дейік. Мынау кіші тостағанша. Мұнда тағы кіші тостағанша, тағы кіші, мынау үлкен тостағаншалар. Енді осы кезде үлкен тостағаншадан ары қарай түбекке қарай кетеді. Енді бізде форникальды аппарат деген бар, яғни форникальды бұлшықетті аппараты. Бұлшықетті аппараты ол жинағыш түтікшелер және де кіші тостағаншалардан тұрады. Және үлкен тостағаншаларды бұл бұлшықеттік аппарат қамтамасыз етіп отырады. Ол қалай? Ең алдымен бізде зәр жинағыш түтікшелерден кіші тостағаншаларға құйылуы керек. Кіші тостағаншаларға құйылған кезде ол кіші тостағаншадан үлкен тостағаншаға өтетін жерінде бұлшықеттер жауып қалады да, мына жақтағы ашық тұрады. Бұл ары қарай түбекке қарай кетеді. Одан кейін мына жердегі зәр жабылған кезде мына жердегі қақпа ашылады да, үлкен тостағаншадағы зәр түбектерге қарай құйылатын болады. Бұл рефлекстердің қызметі алдағы уақытта рефлюкстарды айтқан кезде керек болады. Одан кейін біз бүйректің санына байланысты туа біткен аномалияларды ажыратамыз. Туа біткен аномалиялар бүйрек біреу болуы мүмкін, не болмаса үшеу болуы мүмкін. Үшеу болған кезде екі бүйрек сол жақта, бір бүйрек оң жақта болады. Ал кей кездерде бүйрек төртеу болып келеді. Ол кезде екі бүйрек сол жақта, екі бүйрек оң жақта. Және кейбір әдеби деректерге сүйенетін болсақ, бізде 5 бүйрекке дейін келеді деп аталынады. Одан кейін біз бүйректің, бұл бүйректер саны көп, адамдар қуануы мүмкін, менде бүйрегім саны көп, бірақ бұл өсе келе малигнизацияға, яғни қатерлі іске ұласып кетуі де мүмкін. Және ол қалыпты бүйрек қызметін дұрыс атқармайды. Одан кейін біз бүйректің туа біткен аномалияларын, олардың орналасуына байланысты аномалияларын ажыратамыз. Яғни бүйректер бізде ол тәрізді бүйректер дейді. Ол кезде бізде екі бүйректе бір-біріне қосылып қалған болады да, о тәрізді болып үлкен болып көрінеді. Одан кейін бүйректің біз таға тәрізді бүйрек дегенді ажыратамыз. Таға тәрізді бүйрек бұл эмбрионалды кезде қосылып кеткенде бұлар таға тәрізді бүйрек деп аталады. Одан кейін біз S тәрізді бүйректі ажыратамыз. Сол оң жақ бүйректің жоғарғы полюсі мен сол жақ бүйректің төменгі полюсі бір-біріне ұласып S формасына ұқсағандықтан S тәрізді форманы ажыратады. Одан кейін бүйректердің S, L тәрізді формаларында ажыратады. Одан кейін бүйректің туа біткен аномалиялар ол бүйректің төмен орналасуы, яғни жоғарыда атап өткен 12-ші кеуде мен 3-ші бел омыртқа деңгейінде емес, төмен жамбас астауында қалып қоюы. Эмбрионалды кезеңде негізі бұл жамбас астауында болады да, кейін жоғары қарай өз орнына қарай көтерілуі керек. Алайда қандай да бір патологиялық салдарынан бұл жерде бүйрек болатын болса, бұл бізде туа біткен бүйрек аномалиясына жатады. Оны біз
Боткин және де образцов-стражевский бойынша анықтауымызға болады. Яғни науқасты жатқызып тексерген кезде бүйрек төмен түскен және де оны аяғын аспаннан келтіріп қойсақ та, ол өз қалпына бармайды. Ал егер де нефроптоздар болады, яғни бүйректің артерия реналис немесе қандай да бір босаңсу салдарларынан бүйрек төмен қарай түсіп кетеді. Ол кезде адам жатқан кезде бүйрегін пальпациялаған кезде бүйрек өз орнында пальпацияланады да, ал тұрғызып Боткин бойынша тексеретін болсақ, ол төмен қарай түсіп кеткен болады. Бұл бізде бүйректі диагностикалауда жақсы бір өз көмегін тигізеді. Енді біз осымен видеомыз соңына жетті. Егер де видео ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер.